Балаларға мектеп, дүкен көшелерінде белгісіз біреулер есірткі қосылған конфет таратып, әсерінен балалар уланып ауруханаға түсіп, қайтыс болып жатыр. Дәл осындай мазмұнмен WhatsApp'та аудио тарады. Каналға тіркеліп, барлық жақындарыңызбен бөлісіңіз. Желіде тараған аудио рас па, өтірік пе, бірге тексерейік. Асема, привет, как дела? Вот эти конфеты покажи детям. Сейчас поголовно всех начинают угощать бесплатно. Танымайтын адамнан, возле школы, жолда, магазин жанде ешкімнен алмасын. Они, оказывается, наркотические добавили, уже дети отравлениямен больницаға түсіп, қайтыс болып жатқандар бар, вот эти, которые Көкшетау қайтыс болды, Қостанайдағылар қайтыс болды. Соның бәрі осы неден, дәрі, таблет неден, конфеттен. Покажи своим детям, пусть видят и не берут такие конфеты. Құрметті достар, еш алаңдауға негіз жоқ. Желіде тараған ақпарат толықтай фейк. Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі Фактчек KZ редакциясына бұл ақпараттың тексерілгенін және оның фейк екенін хабарлады. Сонымен қатар, ішкі істер министрлігі жалған ақпарат таратқан азаматтар қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын ескертті. Аудио хабарлама Қостанай облысында қайтыс болған 6 жасар 2 ағайынды баланың өлімінен кейін тараған болуы мүмкін. Сол кезде мессенджерлерде пайда болған ақпаратқа сай, анасы мен ұлдары дүкенге барған. Кейін балалар сыртта қалған, ал анасы дүкеннен шыққанда бейтаныс біреу оларға кәмпит бергенін білген. Болжам бойынша балалар кәмпитті жеп, оның құрамында қосылған есірткіден уланып қайтыс болған. Дегенмен, Қостанай облысының полиция департаментіне сілтеп, бұл факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқанын айтып, аудио хабарламадағы фейк ақпаратқа сенбеуге шақырды. Жалпы, осыған ұқсас мәлімдемелер 2007 жылы ағылшын тілінде пайда болып, жыл сайын түрлі елдерге шығып отырған. Сондықтан желіде тараған ақпаратқа әрдайым сынмен қарап, тез сеніп қалудан аулақ болыңыз. Каналға тіркеліп, бізбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше.